Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен маш көже дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тағамға қосатын машымызды осылай суға салып, жақсылап қайнатып аламыз. Астын қатты отта қайнағанда ол бетіне мусорларының бәрі, кір бөліктерінің бәрі шығады. Соны төгіп тастап қосатын боламыз. Етімізді қыздырып қуырып аламыз. Үстіне картоп, пияз, сәбіздерімізді салып, томат қосып, бәрін қуырып болған соң, үстіне керек мөлшердегі суымызды құямыз. Бір қайнатып тазалап алған машымызды үстіне салатын боламыз. Су қайнамай жатып сала береміз, өйткені бізде маш қатты болады. Жақсылап езіліп пісу үшін алдын ала осылай салып жібереміз. Бірге тамақпен қайнап шығады. Сосын тамақты берерге 30 минут алдында күрішімізді саламыз. Күрішімізді де тістеген тамағыңыздың көлеміне қарай бір билай немесе бір кесе көлемінде саласыз. Қатты көп болып кетсе де тым қою болып кетеді. Ерте салып қойсаңыздар да езіліп кетеді. Сол үшін 30 минут қалғанда саласыздар. Тамақ дайын, ас болсын. Сіздермен болған Айтскүл. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.